Тікелей эфирде журналистің имиджі өте маңызды. Өйткені ол көрермендерге бірден әсер етеді. Оның киімі, дауыс ырғағы, тіл мәдениеті, сөйлеу мәнері мен интонациясы көрерменнің назарын бірден аударту керек. Журналистің имиджіне қойылатын талаптар мынадай. Бірінші, кәсібилік. Журналистің эфирде нақты әрі сенімді ақпарат беру керек. Екінші, сенімділік. Тікелей эфирде журналист өзін сенімді ұстағаны жөн. Сонда ғана көрермен оның таратып отырған ақпаратына сенеді. Үшінші, дұрыс киім таңдау. Журналистің киімі эфирдегі жұмысына сай болу керек. Асимметриялық, тым сәнді немесе көзге түсетін киімдерден аулақ болғаны жөн. Төртінші, қарым-қатынас жасау қабілеті. Журналист эфирде өзінің аудиториясымен тікелей қарым-қатынас жасауға дайын болу керек. Оның тыңдаушысына деген құрметі мен ашықтығы өте маңызды. Осы талаптарды сақтаған кезде ғана журналистің имиджі қалыптасады. Яғни журналистің имиджінің негізгі факторы бұл сырт келбеті мен сөйлеу мәдениетіне байланысты.